не бізде белгілі бір деңгейде қандай нелер бар, қандай сұрақтар келіп жатыр, сәйкестендіру сұрақтарында не келіп жатыр, бәрі аралас. Контексттік сұрақта бар, бірақ нақты 5 сұрағымда андай толық деп айта алмаймын. Сондықтан біз не істейміз, біліп алу керекпіз. Енді қараңдар, бізде бірінші сұрақта бүйтіп айтады. Яғни X, Y заты, одан көміртек X, одан кейін сутек Y бром, яғни менде дигалоген алкан берілген. Осылай дигалоген алканға спирттер, жаңағыдай сілтілердің спирттегі ерітіндісін қосқан, нәтижесінде бір органикалық қосылыс алынады, көмірсутек алынады. Одан кейін көмірсутектен бөлек бізде калийдің бромиді және HCl алынады. Тура осы зат берілген, А затының ең жеңіл гомологын толық, яғни гидролегенде түзілетін өнімді анықтаңдар дейді. Одан кейін барып тура осы көміртек санын жазып қойған, мына жерге көміртек санын жазып қойыпты, ол дұрыс па, әлде может ол X шығар, әлі белгісіз ғой, походу X вообще дұрыс жазылмай қалған. Сөйтіп менде мына жерде ең жеңіл гомологына дейді, жаңағыдай сынап сульфатының тұздарының қатысында қосқанда түзілетін затты анықтаңдар дейді. Енді менде бүкіл варианттарда көміртек саны екеу болатын қосылыс болғандықтан, яғни біз мына жерге кез келген бір, яғни алкинді алсақ болады. Өйткені бізде алкиндер алынады. Варианттарда менде этанол, этанол, этан, этилен деген варианттар берілген. Енді оған біз назар аударамыз. Мына жерге мен радикалдарды қоюым керекпін. Яғни, мысалы мен С3, H6, яғни мен бром 2 деп қойсам, менде дигалоген алкан алынады. Мысалы, оған калий гидроксидінің мен не істесем болады, спирттегі ерітіндісін қоссам, мына жерде мен не алам? Мысалы, С3, H4 алсам, плюс, енді көміртек санына байланысты жаза берсем болады екенше, просто варианттарда. Оның гомологы деп айтылғандықтан, мен мына жерде қараңдар, варианттарға қарағанда барлығында екі көміртек атомы, дұрыс па? Сондықтан екі көміртек атомын алмайсың. Именно сұрап тұр, мына жердегі егер екі көміртек атомы болатын болса, мына жақтағы сендегі жауабың оның гомологы болмай қалады. Мына жердегі, мысалы, сен мынаны екі көміртек атомы бар көмірсутек деп алсаң, оның гомологы да мына вариантқа сәйкес келмей қалады, екі көміртек атомына сәйкес келетін. Сондықтан, яғни екі көміртек атомнан бөлек бізде мынаған ең жақын гомолог кім, сендер соны іздейсіңдер. Мына жерде менде С3, H6 бром 2, яғни жаңағыдай сілтілердің спирттегі ерітіндісін қосқан, нәтижесінде менен не алуға болады? Екі калийдің бромиді плюс менде, яғни HCl алынатын болса, реакциялар дұрыс теңесіп тұрма. Қарайық бірінші, біз дұрыс жазып жатырмыз ба деген сұрақ. Бромның саны менде 2, мына жақта бромның саны С6H6 бром 2. Яғни мына жерде бромның саны 2. Одан кейін барып, мына жерде де менде бромның саны 2, калийдің саны 2, калийдің саны 2, көміртектің саны 3, көміртектің саны 3, сутектің саны 6, сутектің саны мына жақта менде неше болып тұр? 8 болып тұр. Мына жерде онда қанша болады деп ойлайсыңдар? С3H6 бром 2, сутектің саны яқта барлығы 8, барлығы теңесті. Сонда мынау менде не болып табылады? Дигалоген бізде алкандарға жатады. Неге дигалоген алкан? Ди деген 2, нерде бромның саны 2 болып тұр. Сондықтан дигалоген алкан бұл кітапта бар, мектеп кітаптарында. Сөйтіп оған спирттегі ерітіндісін қосады. Нәтижесінде менде не алынып тұр? Жаңағыдай көмірсутек алады. Мына жердегі X-тің орнында, Y-тің орнында белгілі бір сандар бар. Енді бізде бүйтіп айтады. Мына жерде, мына сұраққа жақсылап былай назар аударасыңдар. Қазір бір минут, не оқытын? Сұрақты, яғни дұрыстап қарамайтын болсақ, біз қателесіп кетуіміз мүмкінше екі көміртек атомы тұр деген сияқты. Мына жерде енді бізде кімдер алынды? Үш көміртек атомы бар, яғни алкиндердің өкілі менде пропин алынды да, мысалы. Енді мынандай сұрақ туындайды қазір ойларында, біз бұның пропин екендігін қайдан білеміз деген сияқты. Сендер варианттарға қарасаңдар, варианттарда барлығында екі көміртек атомы бар. Яғни екі көміртек атомы болатын болса, оған ең жақын гомолог кім болады? Үшінші көміртек атомы оған гомолог болады. Сондықтан мына жерде, яғни затын бүйтіп айтады енді. Мына зат менде пропин болды. Осы
пропиннің дейді ең жақын гомологын менде толық гидрлегенде түзілетін өнім дейді. Ең жақын гомологы ол кім? Ацетилен ғой, дұрыс па? Ацетиленді толық гидрлеу деген бар. Яғни сутегіне қоссам ол жартылай гидерленеді, С2H4 алынады. Егер мен осы ацетиленді не істеймін? Толық гидрлеу деген сөз, мен оның нешеуін қосам? Сутектің 4-еуін қосам. Сол кезде менде С2, яғни H6 деген менде формула шығады. Сонда толық гидрлеу кезінде менде мұнда этан деген вариант, яғни алкандар алынады. Ал егер жартылай гидрлейтін болсам, толық емес гидрлейтін болсам, ол кезде менде алкендер алынады. Сондықтан варианттардан шатасып кетпейміз. Енді келесі бүйтіп айтады менде, тура осы зат, мына жерменде С3H4 пропин болды ғой. Осы пропиннің ең жақын гомологын дейді, сынап сульфаты қатысында бізде жаңағыдай не істегенде, көтеру реакциясына түсіргенде қосқанда түзілетін зат. Енді сынап тұздары немесе сынап сульфатының қатысында деп жазылады ғой, дұрыс па? Көп жағдайда осылай просто сынаптың өзін жазып қоя салады. Сонда менде былай ғой, ацетиленді аламын, ацетиленге мен не істеймін? Сынап сульфатының қатысында, сынап сульфатының қатысында реакцияға түсірем. Нәтижесінде менде С3, СОH алынады. Яғни менде альдегидтер алынады. Дұрыс па? Жаңағыдай мен ацетиленнен көтеру реакциясына түсіріп, міндетті түрде бұл жерде не істеймін? Альдегид алады екен. Сондықтан менде альдегидтің атауы менде этанол деген вариант бар нерде. Мен осыны белгілеймін. 2 және 3-ші варианттар бізде сәйкес келеді. Бір көрген кезде сәйкестендіру сұрағы қиын сияқты болып көрінеді, бірақ егер дұрыстап берілген шартын оқитын болсаң, сұрақты дұрыс анықтайсың. Тура осындай сұрақтар бір сұрақ келді ма, онда значит басқа да, яғни органикалық қосылыстарға қатысты осындай сұрақ бар деген сөз. Келесі, енді біріншілік аминдерді анықтаңдар. Бұрынның жалпы формуласын беретін еді, аминдердің формуласын беріп қойды, өзің таба аласың. Енді ол кезде біріншілік, екіншілік екендігін мынаған қарап анықтаймыз. Нерде азот сутек атомдарының саны егер азая беретін болса, уже оларда бізде не істейді, айырмашылық болады. Егер менде R, яғни 2 NH болатын болса, наның орнында 2 радикал бар деген сөз. Одан кейін барып, егер нерде R3 болатын болса, нерде 3 радикал, мынау үшіншілік, мынау менде екіншілік деген мағынаны білдіреді. Ал мына жерде, мынаған да назар аударам, қараңдар, нерде R-дің саны 2 болып тұр ғой. Мынау амин тобының саны, яғни NH2 амин тобының саны 1 болып тұр. Мынау екіншілікке жатады. Мынау менде үшіншілікке жатады. Мынау екіншілікке жатады. Мынау менде біріншілікке жатады. Біріншілік деген не? Мына R-дің орнына кез келген радикал қоясың. Мысалы, С3 NH2, С2 H5 NH2. Одан кейін С3H7 NH2 деген сияқты кез келген бір радикалды қойып жібересің, болды. Сонымен сен не істейсің? Біріншілік аминдердің жалпы формуласын табасың. Бұрындар бізде осындай жалпы ашып беретін еді формуланы радикал түрінде. Ол кезде оқушылар уже оңай табады. Ал егер мынандай формула берген кезде уже оқушылар сәл ойланады. Сондықтан грант ұбытта келіп жатырған себебі соған байланысты. Бұл ешқашан қалмайтын тақырып бұрыннан бар. Келесі, мырыш хлоридінің лакмустағы индикаторының түсін анықтаңдар дейді. Мырыштың хлоридін жазам. Мырыш гидроксидінен тұрады. Мырыш гидроксиді ақ түсті тұнба. Тұнбалар олар менде әлсіз заттар, яғни ерімейтін заттар. Ал хлор ол тұз қышқылынан тұрады. Мұндағы енді назар аударатын болса, хлор, яғни тұз қышқылы ол менде күштіні түзеді да, мынау менде әлсіз. Яғни қышқылым күшті болғандықтан, мына тұздың ортасы менде қышқылдық ортаны түзеді. Сонда мен қышқылдық ортада лакмустың түсін табам. Қышқылдық ортада лакмус менде қызыл түсті көрсетеді. Варианттан мен қызыл дегенді белгілеймін. Сонда мырыштың хлоридіндегі индикатордың түсі қызыл болады деген сөз. Келесі, доп пішіндес көміртектің аллотропиялық түр өзгерісін анықтаңдар дейді. 8 сыныптың тақырыбы бойынша келіп жатырған сұрақ: карбин, фуллерен, графит, алмаз. Алмаз ол ең бағалы, карандаштың құрамында болады, карбин қара түсті болады. Бұл менде кімге сәйкес келеді? Фуллерен, яғни футбол добына ұқсас деп бізде неде жазылған? 8 сыныптың кітабында жазылған. Келесі, енді айтады, құмырсқа және сірке қышқылының қоспасына 21,6 грамм күміс оксидімен реакцияға түсті. Кейін қалған затқа ас содасын қосқанда түзілген жануды қолдамайтын 2,24 литр газ бөлінді. Аха, инноватты. Бастап қоспадағы қалақай өсімдігінен алынатын заттың мольдік үлесін анықтаңдар дейді. Енді қараңдар, қалақай өсімдігінен кім алынады? Ол менде құмырсқа қышқылы алынады, есеп, негізі бұрыннан бар есеп, мына есеп, бірақ сәл түрлендірген, сөздерін өзгерткен, одан кейін барып реакцияны сәл күрделендірген деген сияқты. Енді ары қарап біз жалғастырамыз. Қараңдар, бірінші біз реакцияны жазамыз. Менде құмырсқа және сірке қышқылының қоспасы, құмырсқа қышқылының формуласын жазам. Одан кейін мен сірке қышқылының формуласын жазам. Оған менде күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әсер еткен. Есте сақтаймыз, құмырсқа қышқылы, яғни карбон қышқылдары берілгендіктен, карбон қышқылдарының ішінде күміс айна реакциясына түсетін бір қышқыл бар. Ол менде құмырсқа қышқылының химиялық қасиеті. Мына жерде екіншімен менде реакция жүрмейді. Нерге реакция жүрмейді деп жазып қоямын. Ал менде мынадан не істейді? Жүреді. Нерде сутектің саны 2, мына жерге 2 қылып жазам.
көміртектің саны 1, оны мына жерге жазам. Енді мына жерде оттектің саны 2, мына жақтағы оттекпен 3 болады да, H2SO3 көмір қышқылы түсіреді. Плюс менде не істейді? Күміс тұнбаға түседі. Енді осы жерде H2SO3 ол тұрақсыз, сондықтан ол реакцияның барысында неге ыдырап кетеді? Көмір қышқыл газымен суға ыдырап кетеді. Мына жерге көмір қышқыл газын плюс мен не істеймін? Суды жазамын. Осылай мен реакциялардың барлығын бірдей теңестіріп аламын. Сөйтіп 21,6 грамм күміс оксидімен реакцияға түсті дейді. 21,6 грамм жазам. Қазір мынаның астына мен не істеймін? Маляр массасын анықтаймын, қанша болатындығын. 21,6 грамм күміс оксидімен дейді. Күміс менде 216, оттек менде 16-ға тең, нер менде 232 грамм бөлінген менде мольға сәйкес келеді. Айтады, кейін қалған затқа ас содасын қосқанда түзілген жануды қолдамайтын газ. Қалай ойлайсыңдар, ас содасымен кімді реакцияға түсірем? Оқушылар, айтып көріңдерші. Құмырсқа екеуімен де ма дейді, ас содасымен. Енді айтты, менде кейін қалған затқа ас содасын қосқанда дейді. Енді бұл жерде біз қарастырып көреміз, қалған зат болғанда реакцияға түспей қалған нәрсені айтып жатырған болуы мүмкін. Бұл жерде яғни сірке қышқылымен реакцияны сұрап тұрған болу керек. SH3SOH, оған менде не істеймін? Натрийдің, мына жерде менде айтты, ас содасының формуласы натрий H менде SO3. Енді бұл жердегі осы жерде орналасып тұрған мендегі сутектің орнына натрий барып тұрады да, SH3SOO менде натрий түзіледі. Яғни менде жаңағыдай сірке қышқылының тұзы түзіледі. Сосын мына жерде орналасып тұрған сутек пен мыналардың барлығы қосылады да, яғни H2SO3 көмір қышқылы түзіледі. Бірақ көмір қышқылы ол менде тұрақсыз, нәтижесінде ол неге ыдырап кетеді? Жалпы көмір қышқыл газымен плюс менде яғни суға ыдырап кетеді. Енді реакция толық теңесіп тұр. Сөйтіп менде айтады 224 литр газ бөлінді. Қараңдар, жануды қолдамайтын газ. Мынау менде тұз. Мынау сенде су. Жануды қолдамайтын газ SO2. Осы жерде сенде SO2 туралы айтылып тұр. 2,24 сенде литр. Қалдырдасына 22,4 жазасын. Айтады, бастап қоспадағы қалақай өсімдігінен алынатын заттың мольдік үлесін менде не істеңдер дейді, анықтаңдар дейді. Оқушылар, бірінші реакция берілген ғой. Менде бірінші реакция бойынша қалақай өсімдігінің құрамындағы заттың менде несін анықтаңдар деген, мольдік үлесін анықтаңдар деген. Енді мына жерде мен былай жазсам болады, мына жерде сірке қышқылының зат мөлшерін тапсам болады. Астына мен 1 моль жазам. Осы жерде менен 1 моль шығады. 1 моль шығады, дұрыс қой, 2,24, жоқ, 0,1 моль шығады сияқты. Яғни мына жердегі 1-ді мен 2,24-ке көбейтіп 22,4-ке бөлем. 2,24 бөлінген 22,4, нәтижесінде менде мына жерде 0,1 моль шығады. Қазір мынаны өшірем. Мына жер менде 0,1 мольді құрайды. Ал бірінші реакция бойынша менде мына жерде құмырсқа қышқылын тапсам болады. Астына мен 1 мольді жазам. Сөйтіп, мұнда орналасқан 1 мольді 21,6-ға көбейтіп, оны 232-ке бөлемін. Мына жерде негізі есеп дұрыс па, білмеймін, қараған жоқпын, бірақ 21,6 деген ол негізі күмістің 216-сына сәйкес келеді. Может, осыны да жасырып тұрған болуы мүмкін. Есептің шартын қазір көреміз. Егер вариант шықпаса, онда мына 21,6 күміске тиесілі болу ықтималдығы жоғары. Сөйтіп, мына жерде күміске бірінші реакциядан түзілген. Енді оны не істеймін? Менде 21,6-ны бөлемін 232-ке. Нәтижесінде менде 0,0 сонда әрекеттеседі. Қалған затты деп тұр ғой, кейін қалған затты деп тұр. Бізде уже құмырсқа қышқылы реакцияға түсіп кетті ол. Қалған зат реакцияға түспей қалған зат ол сірке қышқылы. Сөйтіп мен мына жерден 0,0, яғни 93 зат мөлшері шықты. Осын тауып аламын, қазір біз тауып көреміз. Егер шықпайтын болса, екеуін де қатар реакцияға түсіреміз. Сөйтіп мына жерде мен не істедім? Зат мөлшерлерін тауып алдым. Екеуінің де зат мөлшері бірден шықты. Оңай есеп түрінде тұр. Қазір егер вариант шықпаса, екеуін де реакцияға түсіреміз. Бірақ есептің шартын оқитын болсаң, айтатынмын, реакцияға түсті, кейін қалған затқа деді. Қалған затқа деген сөз, реакцияға түспей қалған зат кім? Сірке қышқылы ғой, бірінші реакцияда. Мына жерде реакция жүрмей қалды ғой. Сонымен реакцияға түсіреміз. Енді қазір мына жерде мен зат мөлшері бит жазам. Зат мөлшері мен қоспаны анықтаймын. Қоспаның құрамында екі нәрсе бар. Құмырсқа қышқылы бар, 0,093. Оған қосам мынаныкін, яғни ол менде 0,1-ді құрайды. Оған мен 0,1-ді қоссам 0,193-те, яғни 10 шығады. Қазір бөліп көрем. Егер шықпаса, жаңағыдай жазып көреміз. 0,1, яғни бөлінген менде 0,93-те 10. Вариант шығады. Мына жерде менде айтты, қалақай өсімдігі неге алынатын заттың мольдік үлесін анықтаңдар. Мольдік үлес, мен кімдікін анықтаймын? Бірінші құмырсқа қышқылын HCOH. Нәтижесінде зат мөлшерін мен естеймін, осы құмырсқа қышқылын зат мөлшері қоспаға бөлем ғой.
сосын оны көбейтем менде 100%-ке. Яғни мынаның зат мөлшері менде 0,093-нан артында сандар бар оқушылар, қазір көреміз. Сөйтіп мен общий қоспаның зат мөлшері мынаған сәйкес келеді. Мен осыған бөлем 0,193-те 10. Оны көбейтем ең соңында 100%-ке. Қазір осыны есептеп көрейін. 0,093, оны бөлем 0,193-те 10. Яғни оны көбейтем менде 100%-ке. Сол кезде менде мына жерден 48-де 16% шығып тұр. 48-де 16 күміске тиесілі болса шығады екен дейді. Соны айтып атқаным ғой. Мына жердегі 21-де мына есептің шартын оқушылар жаттап шығады. Мен сол есепті жазғанмын. Сондықтан мынау 21-де 6 деген көбінесе мынаның маляр массасы 216 грамм бөлінген молға сәйкес келеді ғой. Сондықтан әдейі береді бүкіл есепте сондай 21-де 6 деп. Жаңа мен айтып атқаным сол. Күміс оксидімен реакцияға түскенде есептен бүйтіп айтылуы мүмкін. 21-де 6 грамм күміс тұнбаға түсті деген сөздер болу керек. Сол кезде дұрыс шығады. Сондықтан маляр массаларына сәйкес келетін нәрселерді береді. Енді мына есепті бүйтіп шығарайын. Күміспен шығатын болса, мына күміспен шығарамын қазір мен. Қараңдар. Мынаның үстіне жазбаймын. Есептің шартында енді бүкіл оқушылар бірдей жаттап шыға алмайды ғой. Сондықтан мен 21-де 6 мына жаққа жазамын да, мына жаққа 216 грамм бөлінген мен мольді жазамын. Сөйтіп, менде мына жағым қанша болады? Мына жағын жазамын. Мына жер сонда 0,1 болады ғой, нерде, 0,1 моль болады мына жерде. Сонда қымысқа қышқылының зат мөлшері 0,1 шығады, мынаныкіден 0,1. Сонда общий қоспаныкін тапқан кезде екеуінікі теңдей болып тұр ғой. Сонда мен жазам зат мөлшері, яғни қоспа деп жазам. Бірінші не істеймін? Қымысқа қышқылының зат мөлшері мен сірке қышқылының мен зат мөлшерлерін қосам. Екеуі де 0,1-0,1-ден, яғни 50% құрайды ғой сонда. 0,1-ді қосамын менде 0,1-ге, нәтижесінде менде 0,2 дұрыс па? Енді мен мольдік үлесін табам. Мольдік үлес тура массалық үлес, көлемдік үлес сияқты. Яғни менде қымысқа қышқылыныкін табам. Қымысқа қышқылыныкін табатын болсам, қымысқа қышқылыныкін зат мөлшерін не істеймін? Қоспаға бөлемін. Сосын оны көбейтем менде 100%-ке. Мынау менде 0,1 болса, оны 0,2-ке бөлем де, оны көбейтем 100%-ке. Сол кезде менде 50% шығады. Сонда есептің жауабы А вариантына сәйкес келеді деген сөз. Мына есеп негізі бұрыннан бар есеп, 21-де 6 дегенге ұқсас, бірақ артындағы мына жердегі сөз өзгерген да, қалған затты ас содасына қосты деген сөздер өзгерген. Так былай барлығы нормальный есептердің қатарына жатады. Келесі. Бізде фосфор қосылыстарының қасиеттерін сәйкестендіріңдер деген сұрақ келіп жатыр. Мен айттым, элементтер химиясына дайындалмайтын болсаңдар, екібалық сұрақтардан қадаласыңдар. Суда еритін, ерімейтіндерін анықтайсыңдар дейді. Ерігіш кестесін артына қарайсыңдар. Ол үшін менде мына жерде аммонийдің фосфаты берілген, литийдің фосфаты берілген, одан кейін натрийдің фосфаты, калийдің фосфаты мен натрийдің фосфаттары мен калийдің фосфаттары всегда еритін олар. Одан кейін барып литийдің фосфаты мен суда ерит, ерімейді деген сияқты бар. Ол үшін мына жерге қарайық, бірінші варианттармен жұмыс жасайық. Аммонийдің фосфаты, одан кейін литийдің фосфаты. Міне аммоний мынанда, фосфат менде мына жақта орналасты. Екеуін қиылыстырамын. Қиылыстырған жерінде емі деген сөз шығады. Яғни ол менде ерімейді деген сөз. Кеттігенде келесінде литийдің фосфаты. Литийдің фосфатына қараймын. Литийдің фосфаты ерімейтін еді негізі. Литий ма? Жоқшылар мен мынаны сәл көзім қате көріп қапты ғой. Литийді, ненікі ериді. Міне мына жерде тұр. Аммонийдікі мына жерде екен. Ол фосфатпен не істейді екен? Ол ериді. Міне е деп тұр. Оныкі сонда мынау менде ериді, мынау менде ермейді. Вообще мынау А варианты сәйкес келмейді екен ғой. Сәйкес келмейді. Келесі натрийдің фосфатын қараймыз. Натрийдің фосфатымен, міне натрий мен калийдің фосфаттарына, калий мен натрийді апарасын қиылыстырған жерінде екеуінде е деп тұр. Екеуі де ериді. Онда еритін фосфаттарға натрий мен калийдің фосфаты, суда еритіндерге мына екеуін белгілейсіңдер. Ал мына жерде күмістің мынау ериді ғой. Мынау сары түсті тұнба, мынау ермейді. Сондықтан варианттан мен мына вариантты тастаймын, мына вариант керек емес маған. Мына жердегі литийдің фосфаты мен мендегі, яғни кальцийдің фосфаттары, олар суда ерімейді дегенге жатады. Дәлелдеп көрсете салайын нерге. Кальций тұр, одан кейін бар поташ фосфат тұр, қиылыстырасыз, мына қиылыстырған жерінде ема деген сөз шығады, яғни ерімейді деген мағынаны білдіреді. Екі балық сұрақтарда келіп жатыр. Ерігіш кестесін дұрыс пайдалансаңдар жеткілікті. Түсінікті ғой ана сұрағы? Келесі. Азот пен сутектің әрекеттесуінің концентрациясы 1 моль бөлінген литрді құрайды. 2 сағаттан кейінгі реакцияның жылдамдығын анықтаңдар дейді. Енді реакцияның жылдамдығын анықтаған кезде қандай болады? Бізде мына жерде азот пен сутектің реакциясын жазам. Азот және сутек реакциялары ол жерде менен NH3 түзіледі. Енді 2 сағаттан кейін дейтін болса, мына 2 сағат дегенді біз нешеге айналдырамыз? Секундқа айналдырамыз. 1 сағатта 60 минут болатын болса, 2-ні 60-қа көбейтеміз. Сол кезде менде 120 секунд болады. Сөйтіп мен нені бөлемін? Яғни бізде
Жалпы реакция жылдамдығын анықтайтын формула концентрацияны біз уақытқа бөлеміз. Концентрация менде 1 болатын болса, уақытым менде 120-ға сәйкес келеді. Сонда 1-ді бөлем менде 120-ға, сол кезде менде 0,0083 шығады. Мынаны, яғни дәрежеге айналдыратын болсақ, бізде неше болады? Мына алдындағы 3 дәрежеге айналады, 8 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі болады. Жауап менде Д вариантына сәйкес келеді деген сөз. Кеттік келесі. Яғни бізде айтады, сульфаттарды сульфиттерге айналдыруға қолданылатын реагент дейді. Кітапта бар, көміртек деген тақырыпта бар, қарайсыңдар. Кез келген бір сульфатты аламын, натрий 2 С4, нәтижесінде күкірт, көміртек, азот, алюминий. Алюминийдің дым қатысы жоқ, ондай реакцияға азоттың да, одан кейін күкірттің де қатысы жоқ. Өйткені күкірті бар қосысқа күкірт қоссаң, ондай зат алынбайды. Жауап көміртек болады. Мысалы, менде сульфат аламын, натрийдің сульфатына көміртекпен әсер ететін болса, мысалы, мен сульфит аламын, натрий 2 С плюс, яғни СО деген сияқты мен оның істемін қосылыстарын ала аламын. Бұл сендерде мен кешегі талдаған 11 сыныптың тақырыбының ішінде бар. Сульфат сульфиттерге айналдыру, яғни күкіртсутек деген тақырыпта немесе көміртек деген тақырыпта бар сендерде. Жауап В вариантына сәйкес келеді. Кеттік келесі. Енді бізде былай келіп жатыр екен, полимерлер тақырыбының сұрақтары керісінше келеді. Бізде бұрын бүйтетін еді ғой, яғни бастапқы мономерлерді реакцияға тұрып түрлетін өнім кім деп сұрайтын еді ғой, полимерді тап деген сияқты. Енді керісінше соларға гидроз дейді. Мысалы, менде полимерді береді да мына жерге, соны не істейсіңдер, гидрозге ұшыратасың, яғни су қосасың. Сөйтіп нәтижесінде не алынады дейді. Қараңдар, мына жерде парафинил диаминнің реакциясы бар. Мына жерде менде терафтарлық қышқылынікі бар. Мынау менде жалпы нердегі сутек атомдарын мынаның қасына қоятын болсаң, мынаның қасына қоятын болсаң, мына жақта, яғни нердегі еще оттекті мынаған қоясында, типа бізде терафтар қышқылының формуласы шығады. Терафтар қышқылында SOH тобынан 2. SOH тобынан 2. Одан кейін барып, нерде парафинил диамин. Парафинил диамин деген не? Диамин, қараңдар. Диамин деген сөз, мына жердегі амин топтарынан 2 бар, мына жерде сенде формуланың түріне қарап анықтай саласың. Этилен гликоль мен терафтар қышқыл лапсан полифидид. Аха, мына жердегілердің барлығын не істейсіңдер? Жақсылап қарайсыңдар. Нердегі вариант енді не болады? Этилен гликоль мен терафтар қышқыл бола ма? Адипен қышқыл мен гексаамил диамин бола ма? Мальтоза мен сахароза бола ма? Нердегі жауап бізде ол парафинил диамин мен терафтар қышқыл байда. Жеткілікті. Мальтоза мен сахароза дейді. Мальтоза мен сахароза емес, бұл жерде белгіленіп тұрған. Кеттік келесі. Енді бізде мынандай контекст келген. Бірақ мен мына контекстті оққанда сәл түсініксіздеу, әлде қайда айттым. АВС заттар, оттекті қосылыстар А затын В затын арқылы алуға болады. Осы В затынан көгілдір түсті ерітінді қосқанда қызыл түсті тұнба түзіледі. Сонымен бірге С заты түзіледі. С затына күміс оксидін қосты. С заты шыша ойыншықтарын жасауда қолданылады. Шыша ойыншықтарын жасауда қолданылатын ол менде глюкоза, я. Жалпы нерде купру маршекіні қосы деп тұр. Может, бүйтет мына жерде көгілдір түсті ол купру маршекіні қосады. Бізде сапалық реакция ретінде нәтижесінде купрумның екваленті бір валентті оксиді түзеді ғой, сол менде қызыл түсті, дұрыс па? Сосын ары қарап менде енді варианттар болмаған екен, нақты не екендігін білмей тұрмын. Мыс болғанда нерде қараңдар, ерітінді қызыл түсті тұнба түзілді. Қызыл түсті тұнба түзілді болғанда мыс болуы мүмкін, немесе мыстың бір валентті оксиді болуы мүмкін. АВС заттар, оттекті қосылыстар, А затын, В затын арқылы алуға болады. В затына көгілдір түсті ерітінді қосқанда деді, сөйтіп қызыл түсті тұнба түзіледі. Мерде купру маршекімен реакцияға түсетін бір нәрсе болу керек. Бірақ В затын глюкоза деп ала алмаймыз бірден. Өйткені глюкоза ол С заты. Бүйтіп С заты түзіледі. С затына күміс оксидін қосты. С заты шырша ойыншықтарын жасауда қолданылады. Глюкоза С6, H12, менде O6, оған аргентум 2 мен әсер еткен кезде глюкон қышқылы түзіледі. Нердегі менде оттек мынаның қасына барып қосылады. С6, H12, менде O7 плюс менде күміс тұнбаға түседі. Бірақ мына жердегі заттар белгісі енді варианттар жоқ. Не туралы айтылып жатқандығы. В заты арқылы алуға болады деген, бірақ В затының гибридтенің типін сұраған, сосын глюкозаның формуласын ба берген деп айтышы. Аралап мынаның нақты сұрақтар жоқ, бірақ осы есте сақтайсыңдар, көмірсуларға қатысты контекст бар. Сондықтан жаттайсыңдар. В затын арқылы алуға болады деп мына жақтағы заттарды айтып кеткен. Просто оттекті қосылыстар может биорганикамен араласып жатыр ма деген сияқты. Варианттар жоқ, қарайын десем. Кеттік келесі. Мынандай сұрақтар келген. Қараңдар, мектептің кітаптарында 10 сыныптың тақырыбы бойынша бұрын қатты келмейтін еді бұндай. Просто гибридтену типін, Гиллеспи теориясын сұрайтын еді. Енді қандай сұрақ келіп жатыр? Қараңдар, байланыс бұрыштарын сәйкестендіріңдер дейді. Судың және аммиактың байланыс бұрыштары қаншаға тең? Мына жерде мен кейбір нелерді оқушылар қате айтқан қарайсыңдар, бірақ мектептің кітабында бар.
Қараңдар, мектептің кітабында жазылып тұрады. Гибридтену типі бойынша бізде не істейді? Аммиак су молекуласында азот атомдарының валенттілігі 3-ке тең, ол сыртқы деңгейдегі, яғни 5 электронды 4 орбитальды алады. Олардың барлығы гибридтенуге қатысады, 3P гибридтену типін түседі. Және де мына жерде айтады міне. Жалпы су молекуласында оттек атомы 3P sp3 гибридтенген күйде, ал молекула пішіні бұрыштық, байланыс бұрышы 104-5 градусқа тең. Судың молекуласынікі. Сонымен бірге коваленттік байланысуге кәдімгі sp-ді, яғни бұлттары және sp, sp2, sp3-тен басқа гибридтік орбитальдар не істейді екен? Қатысады екен. Сондықтан, яғни бізде бұл жерде осылардың несі берілген? Сосын қараңдар, байланыс бұрыштары берген. Осы жерден алынған бұл сұрақ 104-5 градусқа тең. Ол менде кімдікі 104-5 градусқа тең, ол менде H2O-нікі. Одан кейін барып менде аммиактікі берілген. Міне, сондықтан аммиак молекуласының пішіні пирамида тәрізді, оның байланыс бұрышы 107-30 градусқа тең. Мына жердегі вариант, енді варианттар жаттап шыққандығына байланысты. Негізі мына вариантты өзгертілген, сондықтан мына жердегі мынау болады жауап 107-30. Бірақ ол оқушы есіне жаттап шыққан кезде 107-30 деп емес, просто варианттарда бүйтіп айтты. 107 деп қана айтты. 107 ма, әлде артықтағы санын ұмытып қалдым ба білмеймін, бірақ сендер байланыс бұрыш бойынша сұрақтар келген кезде мынау бізде гибридтену типі деген тақырыпты бір қарап аласыңдар. Сол жерде су және аммиак молекулаларының гибридтену типтерінің байланыс бұрыштары берілген. Сол сұрақ қазір 2 баллық сұрақтарда келіп жатыр. Келесі, тотыққанда түзілетін өнімдерді сәйкестендіріңіз. Пропанолға оттекпен тотықтырған, сосын пропантрол 1,3. Пропантрол 1,3 деп отырған бізде ол көп атом спирт, ол менде глицерин. Глицериннің екінші атом білмеймін, мына жерде не түзіледі деп отырманды. Глицеринге купромашекін қоссақ, мыс глицераты түзіледі. Міне міскім глицератының көгілдір түсті ерітіндісі пайда болады. Осы нәрсені белгілейсіздер мынадан кейін. Ал пропанол 1-ді оттекпен тотықтырғанда не түзіледі? Пропанол 1 деген не? Ол менде біріншілік спирт. Біріншілік спирттер тотыққанда не түзіледі? Екіншілік спирттер не тотыққанда не түзіледі? Соны білгілейсіңдер. Біріншілік спирттер тотыққанда бізде альдегидтер түзіледі, варианттардан альдегидтерді табасыңдар. Екіншілік спирттер тотыққан кезде бізде кетондар түзіледі. Бірақ сенде пропанон деп кетон деп оқыған шатастырбама. Сенде пропанол 2 болса, егер пропанон түсу ықтималдығы жоғары. Ал пропаналь деген белгілейсің. Сенде біріншілік, мына пропанол деген біреу, екеу, үшеу. Мысалы, бірінші көміртек атомында, міне, бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек. Бірінші көміртек атомында сендерде не бар деген сөз? Яғни бағанағы спирттік топ бар деген сөз. Сондықтан пропанол 1, ол біріншілік спирт, ол тотыққан кезде сенде пропаналь альдегид түзіледі, ал пропантрол 1 ол глицерин, глицеринді жаңағыдай сапалық реакциясын жүргізген кезде мыс глицераты түзіледі. 2 баллық сұрақта келген. Органикаға дұрыстап дайындалып кіресіңдер, жақында кіретін оқушылар болса. Кеттің енді келесі. Анилин әлсіз негізгі қасиет көрсететін реагент анықтаңдар. Этанол, натрий гидроксиді, күкірт қышқылы купромашегі не болуы мүмкін? Мына өзі әлсіз негізгі қасиет көрсететін негізгі жатады. Бұл көксістің ба? Этанолда олар да менде негізгі қасиет көрсетеді. Одан кейін мынау спирттер олар күштіні көрсетеді. Вариант менде біреу-ақ болады. Олар қышқылдармен реакцияға түскен кезде анилин сalt H5 NH2, сalt H5 NH2 ол менде әлсіз негізгі қасиет көрсетеді. Варианттардан ертең H2S4-те болмауы мүмкін. Тұз қышқылы болса да, яғни реакцияға түсіре бересіңдер. Қышқылдармен реакциясын қарастырасыңдар. Келесі фруктоза мен глюкозаның айырмашылығы тура осылай 2 баллық сұрақта келген. Фруктоза ол менде дисахаридке жатады деген, глюкоза дисахаридке жатады деген. Олар дұрыс вариант емес, глюкоза моносахарид дұрыс, бірақ айырмашылығын сұраған. Менде фруктоза мен глюкозада екеуі де моносахарид. Сондықтан мынаны мен варианттан сызбастайын белгілемеймін. Фруктоза менде полисахарид емес, сондықтан ол да маған варианттарға қажет емес. Мынау керек емес, жауап менде С және яғни Д варианттарына сәйкес келеді. Фруктоза кетоноспирт, себебі оның құрамында кетондық топ бар, ал глюкоза ол да менде альдегидоспиртке жатады. Мынаның құрамында SO болса, мынаның құрамында SO кетондық топ бар. Біреуінде альдегидтік, біреуінде кетондық топ бар. Бір-бірінен айырмашылықтары солар. Бұлар 11-ші сыныптың кітабында жазылып тұр сендерде, немесе жалпы моносахаридтер деген базаның ішінде бар сендерде. Келесі +6 тотығу дәрежесін көрсететін элемент. Азот, мырыш, темір, хром. Хром +6-ны көрсетеді, +2, менде +3, +6 тотығу дәрежелерін көрсететін элемент, ол менде хром. Қандай жағдайда көрсетеді ол? Яғни менде хром OH деген қосылысында, мысалы, оттек нерде -2, хром нерде +6 деген сияқты. Сондықтан есте сақтап біліп алу керек. Теориялық сұрақ. Бұл менде ауыспалы элементтер хром деген тақырыптың базасын жаттайсыңдар. Келесі электролиз нәтижесінде гидроксид түзетін реагент анықтаңдар дейді. Натрийдің хлориді, тұз қышқылы, мырыштың гидроксиді, купрум хлориді. Гидроксид түзетіндер олар күштілер, ең күшті белсендігі жоғары металдар. Варианттардан сондай вариантты істейсіңдер. Тұз қышқылының дым қатышық өдірілес қойған мырыштың гидроксиді, мырыштың электролиз нәтижесінде қандай нәрселер түзіледі? Мыналар өздерін түзет, белсендігі орташа металдар. Мыстың хлоридті жалғыз өзін түзет, яғни белсендігі төмен болғандықтан. Ал менде натрийдің хлоридін мен электролизге ұшыратам. Ерітіндісін ғана.
Яғни натрийдің жалпы несіне хлоридіне ерітіндісін қосам, реакцияны бүйтіп жазайын да, электролизге жатқанда. Яғни H деп жазайын суды. Сөйтіп мына жердегі менде не істейді? Натрий баратта OH пен қосылады, натрийдің гидроксиді түзілетін болады. Одан кейін барып нерден хлор мен сутек газдары жеке-жеке бөлінеді. Яғни хлор газы және менде не істейді? Сутек газдары бөлініп шығады екен. Жалпы мына жерде ертең натрий хлоридінен басқа элементтерде болуы мүмкін. Белсенділігі жоғары күшті металдарды анықтайсыңдар. Калий, кальций деген сияқты олар кете береді. Соларға қарайсыңдар, кетті. Яғни осылай біз не істейміз? Сұрақтарды аяқтаймыз. Мен жаңа көп сұрақ талдамаймын деп сол үшін айттым, оқушылар. Мен дайындап үлгермедім, ана ноут ашылсын, сөйтіп деген. Ертең бізде жұма, ертең көбірек сұрақ талдаймыз. Бірақ енді мектепте вальс болса да кіруге тырысыңдар. Бүгінгі сұрақтарды көрсеңдер, кешегі сұрақтарға қатты ұқсамайды, новый сұрақтар, иә? Ана есепте, мына екі есеп бар бүгінгі тақырыпта. Қалғандардың барлығы тікелей неге байланысты? Жаңағыдай органикаға байланысты сұрақтар. Қазір оқиын, не жазасыңдар? Бүгін сұрақ уже бітті ма дейді. Аха, я ертең де эфир болады ғой. Күміс нитратын ерітіндісін электролиз көрсетіңізші дейді. Қане? Қайда өттік соны? Күміс нитратының ерітіндісінің электролизі ма? Аргентум NOH. Оның сұрағын біз талдадық қой. Оның электролизге ұшыратқан кезде бізде мына белсенділігі төмен металл ғой. Одан күміс бөлініп шығады, плюс NOH-ке сәйкес келетін менде қышқыл бүйтесіңдер ғой, реакцияны болмаса бүйтіп жазыңдар. Яғни аргентум NO3 инабат көрсетіп жатыр бізге. H электролизге ұшыратасың. Нәтижесінде мына күміс өзі жалғыз өзі бөлініп шығады. Плюс одан кейін барып менде мына жердегі немен мына сутектермен азот қосылады да, сөйтіп азот атомы бөлініп шығады, азот қышқыл деген. Плюс менде не істейді? Оттек анодта бөлініп шығады. Бітті. Осылай. Түсінікті ма? Түсініп жатырсыңдар ма? Сутек түзілмейді. Оқушылар есте сақтап алыңдар. Сутек ол қандай жағдайда түзіледі? Ол белсенділігі орташа металдарда түзіледі сутек. Соған қарайсыңдар. Сутек белсенділігі орташа металдарда түзіледі. Сосын қышқылға да байланысты болады. Ол егер құрамында оттектік қышқыл ма, оттексіз қышқыл ма деген сияқты. Ұмытып кетпеңдер, иә? Бұл негізі бүгінге осы қатты қиын сұрақтар емес, бірақ жаңа сұрақтар бар, иә? Сәл ерекшелік бар. Ертең кіретін оқушылар, мен WhatsApp-қа жазған оқушылар әлі ешқайсысына жауап берген жоқпын, иә? Жекемен жазып жатқан апа, қашан жібересіз деп жазып жатқан оқушылар, мен әлі оқыған жоқпын. Таңертең кірмейсіңдер ғой, оқушылар сендер. Таңертең өткіземісің. 6-та өткізуге болады, 5-те емес, 5-те тұрамасаңдар. Болды, мен осымен аяқтаймын, сосын тақап салып қоям, иә?